Сәлем достар, сіздермен бірге мен Айғаным. Менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Бүгін біз осындай өте нәзік болып шығатын печенье жасаймыз. Ол үшін май, сұйық май, қант ұнтағы, крахмал, разрыхлитель, ұн және жұмыртқа керек болады. Ал енді табағымызға ең бірінші майды салып, үстіне қант ұнтағын салып, жақсылап араластырамыз. Және қызыл краситель қосамыз, пищевой. Сұйық майымызды араластырамыз. Жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін крахмалды саламыз. Венчикпен араластырып, ұнның үстіне разрыхлитель салып, илектен өткіземіз. Жақсылап лопаткамен араластырып аламыз. Лопаткамен араластыруға келмейтін кезде уже қолмен араластыра бастаймыз. Мінекей осындай ермексіз тәріздес, өте жұмсақ, нәзік тесто шығады. Бетін жауып қойып қоямыз. Формамызды дайындап алып, осылай бір қасықтан қантқа аунатып аламыз. Формамызға тіз қатар арасын ашып саламыз. Бір қасық алдық, домалатып алдық, қантқа аунатамыз жақсылап. Формамызға саламыз. Барлығын осылай домалақтап шығамыз. Печеньемізді пешке саламыз. 180 градуста дайын болғанша дайын печеньеміз. Астарыңыз дәмді болсын. Менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.